Трамп пен Путин 15 тамызда Аляскада кездесетін болды. ақш президентінің соғысты реттеу туралы сөзіне бірақ Зеленский қарсылық білдірді. Түсіндірейін. ақш президенті Дональд Трамп пен Владимир Путин 15 тамызда Аляскада кездеседі. Путиннің көмекшісі Юрий Ушаков бұл кездесуден кейін тағы бір кездесу болуы мүмкін екенін, ол Ресейде өтетінін мәлімдеді. Алдағы уақытқа көз жүгіртсек, келесі кездесуді Путин мен Трамптың кездесуін Ресей аумағында өткізуге басымдық береміз. ақш президентіне тиісті шақыру жіберілді дейді ол. Трамп осыға дейін бірнеше рет соғысты тез аяқтағысы келетінін атап өткен. Солардың бірінде 8 тамызда Трамп Вашингтонда журналистерге сұхбат беру барысында бұл келісімде аумақты алмасу мәселесі көтерілуі мүмкін екенін айтқан. Алайда бұған Зеленский бірден қарсы шықты. Екі тараптың да мүддесіне сай белгілі бір аумақ алмасу болады деді ол. Алайда бұл сөзіне Украина президенті Зеленский қарсы шығып, Украина аумақтық мәселесінің жауабы Украина конституциясында бар. Бұдан ешкімді ешқашанда бас тартпайды. Өз жерін оккупантқа Украин халқы ешқашан сыйламайды деді Украина президенті Зеленский. Ол Киев бейбітшілікке алып келетін нақты шешімдерге дайын екенін, бірақ Украинаға қарсы және Украинасыз қабылданған кез келген шешім бір мезетте бейбітшілікке қарсы шешім екенін де атап өткен. Ал Украина президенті Владимир Зеленский мен Владимир Путиннің кездесуі туралы әзірше ешқандай ақпарат жоқ. Зеленский мұндай кездесуді бірнеше рет талап еткен. Дональд Трамп та Мәскеу мен Киевтің ең жоғары деңгейде тікелей келіссөз жүргізу қажеттігін баса айтқан. Алайда Кремль бұған дейін әрдайым алдымен жағдай жасалу керегін, яғни Украин қақтығысын бейбіт жолмен шешу бойынша сарапшылар деңгейінде келісімдер болу керектігін айтқан. Қазіргі уақытта ондай жағдай жоқ деген еді Путин. Қорыта айтқанда, осы келіссөзде Трамп пен Путин Украина аумағын белгілі бір мөлшерде бөліп алу туралы мәселе көтерсе, Украина президенті Зеленскийдің принципіне әлем назары ауады деген сөз. Бақылаймыз, ал сіз арнаға жазылып лайк баса кетіңіз.